Қайырлы кеш, әріптестер. Қалдарыңыз қалай? Көптен бері сіздерге шықпай кетіп едім. Бүгін сәті түсіп тұр. Мен бүгін мына орыс тілі пәні мұғалімдеріне арналған бір сайтпен таныстырғым келеді. Қазір мен осы видеодан кейін осы сайттың сілтемесін барлығын салам лентаға. Мына QuestDel деген конструктор. Яғни бұл жерде ребустар дайындауға болады, квест тесттер дайындауға болады, көптеген мүмкіндіктері бар. Бұл жерде орыс тілі пән мұғалімдері мысалы сабақ барысында мына жерге бір сөз жаздырайық, тақырыпқа сай, зат есім, сын есім бе, білмеймін, өздеріңіз білесіздер. Мысалға менің ойыма телевизор деген сөз келіп тұр. Неге екен? Қазір осы сөзге қазір ребус құрастырайық. Осыны жазып, создать неке көрдіңіз бе? Мына жерде шығады осылай. Енді мынаның қиындықтарын былай өзгертуге болады. Мынаны былай не етесіз, жеңілдетесіз, мынаны басып қиындатасыз тапсырманы. Енді мына суреттердің барлығын сіз шығарып алсаңыз да болады, я болмаса сақтап алсаңыз да болады. Ана жердегі максимальный ширина деп тұр, осының форматын өзгертсеңіз де болады осылай. Одан кейін қараңызның астына қарай түсеміз. Мына программа осы 2020 жылы шыққан екен. Мінекей конструктор quest test деп шығып тұр ғой. Осы бойынша танысасыздар. Яғни бұл жерде қандай жаңағы бас қатырғылар болу керек, қасқалар қоюыңызға болады. Одан кейін жас ерекшелігіне қарай мінекей мына жерде тапсырмаларды осы жерден жасауыңызға болады. Жаңағы айтқандай шығаруыңызға болады, шығармай-ақ экранда көрсететін сурет ретінде сақтасаңыз да болады. Мінекей мына жерге осы тапсырмаларыңыз барлығын жазып жұмыс жасайсыз. Мына сайтпен сіз толық өзіңіз кіріп танысыңыз. Мінекей инструкциясы бәрі тұр. Мына жерде қалай жұмыс жасайтын. Мына жерге қарасаңыздар, мінекей мынаның барлығын бассаңыз қалай жұмыс жасау керек бүкілі бар. Мінекей ребус, кроссворд, лабиринт барлығын мына араластырып, әртүрлі мынандай суреттегі тапсырмалар сияқты барлығын сандық, суретпен, сызбамен, әріптермен неше түрінен жасауға болады. Сондықтан мына сайтпен толық танысыңыздар. Өте керемет сайт. Мінекей барлық инструкциясы бар. Осыны көрсетейін деп едім сіздерге. Осымен танысыңыздар, көріңіздер. Мінекей генератор ребус деп тұр ғой. Осыны бассаңыз, мына ребус жасауға келесіз қайтадан орнына. Төмен қарай барсаңыз, мінекей тұр. Одан кейін жаңағы жасаған жұмысыңызды мына жерде жүктеп алсаңыз болады. Мына стрелка тұр ғой. Осымен жүктеп аласыз. Пайдаларыңызға жарасын. Егер ақпарат пайдалы болса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Лебіздеріңізді міндетті түрде оқимын. Келесіде жолыққанша сау болыңыздар.